Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге баклажан мен еттен жасалған өте дәмді әрі тойымды салаттың рецебімен бөлісемін. Өте оңай жасалып, әрі дәмді болып шығады. Салатты жасау үшін ең алдымен аздаған етті алып, 1,5 сағаттай қайнатып пісіріп аламыз. Баклажанды дәл осылай етіп, үшбұрыштап тураймыз. 2 дана баклажанды турап болғаннан кейін үстіне 2 ас қасық кукурузный крахмал қосып, оны әдемілеп араластырамыз. Қызып тұрған майда 2 беті қызарғанша қуырып аламыз. Достар, менің каналымда дәл осындай көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Баклажанға кукурузный крахмал қосып қуырсаңыз, дәл осылай болып, әдемі болып қызарып, қытырлап шығады. Қиярды жіңішкелеп, осылай 4 бұрыштап турап шығамыз. Қызыл және сары түсті қызанақтарды да дәл осылай етіп, үшбұрыштап турап аламыз. Барлық құрамын турап болғаннан кейін ыдысқа салып, келесі кезекте дайын болған етті де дәл осылай жіңішке үлкен етіп тураймыз. Салатқа қажетті барлық ингредиенттерді турап болғаннан кейін салып, 2 бас чеснокты үккіштен өткіземіз. 1 шай қасық кинза, 1 шай қасық паприка және де дәміне қарай тұз бен бұрышты қосамыз. 1 ас қасық соя тұздығын қосып, сұйық майда алдын ала қыздырып, және де укропты да ұсақтап турап, оны да қосамыз. Осымен өте дәмді салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Достар, менің каналымда дәл осындай қарапайым заттармен жасалатын көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.